Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен тауық сандарын қалай мариноваттап пісіру керек, соны жасайтын боламыз. Ол үшін менде міне алынған тауықтың сандарын тұздап, мен бұны көз мөлшерімен алдым. Менде 22 штук болды. Жақсылап тұздаймыз. Одан қара бұрышымызды себеміз. Қызыл бұрыштан себеміз біраз. Паприкадан көбірек себеміз. Мөлшерлерін описаниеда жазып қойдым, қанша алу керектігін. Сосын соевый соус. Бұл соевый соус бәр жерде бар, қолжетімді. Осыны ең дұрысы деп бәрі айтады. Осы маринадқа өте жақсы. Сосын бір қасық мед қостым. Бір қасық бал қостым. Мен ақ қасығым бір қасық столовая ложка мөлшеріндей. Сосын чеснок. 3-4 зубчик чеснок. Қосамыз. Осы рецепт бойынша істесеңіздер, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл рецепт бойынша жасалынған тауықтың еті, қай-қайсысы болсын, бедрышки болсын, сандары болсын, өте жақсы болып шығады. Және де үстіне даладан әкеліп чеснок қостым. Свежий чеснок. Турап-турап қосып едім. Және де 3 қасық сұйық май. 3 қасық сұйық майды қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде мен бір айта кететін, кунжутный масло деген болады. Ол менде жоқ болып қалды. Кунжутный масло қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Тіпті жақсы болады. Келесі жолы болып жатса әрине кунжутный масломен жасаймыз. Сіздерде егерде бар болса, кунжутный масло қоссаңыздар дәмі өте керемет болады. Осы мед пен соя қосылған окорочканы жасап көріңіздерші. Мен сіздерге кеңес беремін. Өте дәмді, сондай сочный болып шығады. Осылайынан жасап, жарты сағатқа қойсаңыздар да болады. Мен 1 сағатқа қойып қойдым, уақытым болғаннан кейін. Жарты сағаттың ішінде бұл маринад дайын болып шығады. Енді бетін жауып қойып қоямыз. Міне дайын болды. 1 сағаттан соң маринадты табамызға салып пісіреміз. Духовкаға қоямыз. Астын жай майлап қойсаңыздар да болады, егерде бумага болмай жатқан жағдайда. Менікі 190 градуста 30 минутта менің окорочкам дайын болды. Дәмі тілі үйреді, өте жақсы. Өте дәмді болып шығады. Менің каналыма әрине тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Осындай қазақша контентті қолдауға кеңес беремін сіздерге. Қазақша көбірек шығарыңыздар деп сұрап жатқан оқырмандарымыз бар. Міне пісіп шықты 30 минутта. Дәмі керемет, тіл үйреді. Міне назарларыңызға рахмет.